Бүгінгі таңда өз кәсібін дөңгелеткісі келетіндердің қатары қалың. Олардың арасында жерлестеріміз де аз емес. Тың идеяны қолға алып, ынта-жігерін жаныған мұғалжарлықтардың кәсібін бастаған бір қатары газетімізге арнайы ашылған іске сәт жобасының кейіпкері ретіне айналды. Ал бұл жолғы Айдардың кезекті қонағы көрпе тігіп, қыз жасауда шеберлік танытып жүрген Дәмеш Сарымсақова. Қандағаштық Дәмеш Сәуірбайқызы өзге мамандық иесі атанса да, бала күнгі тігіншілік саласында өзін көру арманына араға жылдар салып жеткен. Біздің газетке сұхбат берген ол, кәсібін бір ғана тігін машинасымен бастаған жеткізді. Ол өз мамандығы бойынша мұғалім, қазір бала күтімі бойынша үйде. Негізгі кәсібін өткен жылы үйде отырып бастаған ол, биыл арнайы ғимарат жалдап, Алтын Сапа атты тігін шеберханасын ашқан. Қазір қарамағында ақылы қоғамдық жұмыс арқылы 4 тігінші жұмысшыны алған. Бүгінде кәсібін дөңгелетіп отыр. Қажет құралдарды, маталарды Ақтөбе қаласынан алдыртады. Көрпенің барлық түрлері, оның ішінде келін көрпе, шәй көрпе, қонақ көрпе, қоржындар, той табақтар, сәукелелер, той жарақтарын жасайды. Мақта және синтефон материалдарынан көпшіктерді тігеді. Кейіпкеріміздің қарап отырғысы жоқ. Еңбекқорлығының арқасында аула клубында қолөнер сабағын үйірме жетекші болып жүргенде, оның қолынан шыққан дүниелер экспо көрмесіне қойылған және облыстық, республикалық, халықаралық байқауларда орын алған. Республикалық деңгейдегі көптеген тігін курстарына қатысқан Дәмештің айтуынша, құрақ көрпелердің құны матасы мен қиындығына қарай есептеледі. Алдағы уақытта ісмер жамылғыларға тапсырыс қабылдап, таза қойдың, түйенің жүнінен көрпелер тігуді қолға алмақ. Жүнді жуып, түтетін арнайы станок сатып алуды жоспарлап отыр. Балалар киімін тігуді де ойға алған істің бірі. Шағын шеберханасын аралатқан шебер алдағы уақытта аудандағы мекемелерден, балабақшалардан тапсырыс алуға мүмкіндіктері жететін және сол мақсатта мемлекеттік сатып алу байқауларына қатысып, мемлекеттік гранттарға да ұсыныс тастағысы келетіндігін жеткізді. Бүгінде кейіпкеріміз жолдасы екеуі 4 ұл тәрбиелеп отыр. Қазіргі таңда мұнай саласында қызмет ететін жолдасының өзінің әр ісіне барынша қолдау көрсететінін айтқан. Дәмеш алдағы уақытта мата дүкенін ашқысы келетінін де жеткізді.